Түстер. Сіздің соққыларыңыздың күші жартылай ғана мықты болатын жер. Тістеріңіз түсіп кетеді. Тек баяу түсірілімде ғана жаман адамдардан қашып кете аласыз. Және мен қарым-қатынасымдағы ең үлкен ұрыстардың көзі. Ол қыз кім? Не ол? Сен мен түсінбей ауыстырдың. Бұл сен түсің ғой. Түстер туралы не айтса да, солардың ішінде айтылған ең таңғажайып мәлімдемелердің бірі, сіз оларды басқара аласыз. Мен бұны істеп үйренуім керек. Жарайды, мен сіздердің не ойлап тұрғандарыңызды білемін. Мэтт әбден ақыл ойын жоғалтты. Бірақ мен ойымша бұл жерде бір нәрсе бар, сондықтан да алыстамаңыз. Бұл түстер басқару туралы іс маған біреуден түс басқару жайлы зерттеу сұрайтын хабарлама алған кезде басталды. Маған бірінші ойыма келгені, менде бұрын сондай болғанын білемін. Түсті басқару бұл түс көріп жатқанда ұйықтап жатқанын түсінген кез. Түсіну осындай түс үшін жеткілікті. Бұл ежелгі грек дәуірінен бері құжатталған өте түсініксіз құбылыс, бірақ ол 1960 жылдардан бастап қана ресми түрде зерттеле бастады. Және бұл зерттеулер адамдар ұйықтап жатқанда белгілі бір деңгейде өздерінің түсте екенін түсінетіндігін дәлелдеді. Зерттеушілер мұны көз қозғалысын өлшеу арқылы анықтай алды. Оларды тез ұйқы кезеңінде өлшеді. Көптеген адамдар басқара алатын түстермен қызығады, өйткені олар өздерінің армандарын жүзеге асырғысы келеді, немесе түп санаға жол іздейді. Білесіз бе, мен осы тақырыпқа неғұрлым тереңірек түскен сайын, соғұрлым сарапшымен сөйлесуім керек екенін түсіне бердім. Сонымен Джаред, сен қашаннан бастап түстермен қызыға бастадың? Шыны керек, бала кезімнен бастап. Басқа жерге барсақ? Жақсы. Бұл жігіт Джаред, басқара алатын түстерге арналған нұсқаулықтан бірлескен авторы. Әдетте біз ұйықтаған кезде автопилотты түрде түстерді көреміз. Біз оны жай ғана қабылдаймыз. Бұл кейде аттракцион сияқты, бірақ біз сол жақта құлыпта оламыз. Басқара алатын түстерге келсек, бізде бұда құлыптанып қалуымыз мүмкін. Мысалға, маған бұл ұнайды, немесе қорқынышты түс болса, маған бұл ұнамайды. Бірақ сіз бәрібір де шынайы әлемде емес екеніңізді түсінесіз. Демек, бұл түсінгендіктен басталады. Содан кейін бірақ біз түстерімізді басқарудың жолдарын іздеуді бастай аламыз. Иә, түсінгендік бұл фундамент сияқты. Және адам түсте екенін түсінсе, не ол толығымен қызығып және арманмен бірге жүре алады, не ол түсіне араласады, түсте кейіпкерлермен сөйлеседі, немесе оны толығымен өзгертеді. Бұл не деген бәле? Жарайды, мен осын бәрін бастайын деп жатқандықтан, мен шынымен жоғары талаптарды қоюды шештім. Мен түсімде екенімді түсінгім, немесе жай ғана түстерімді басқарым келмеді. Мен шынайы әлемдегі бір нәрсені алып, соны түсіме кіргізім келді. Я, бұл ақымақтық шығар, бұл кенеттен келген ой. Түсімде тортты басып көрейін, шоколад торт болсын, сәбіз торты болсын, маған қандай торт маңызды емес. Жай ғана түсімде тортты басқым келіп тұр. Оны жұдырығыммен не балғаммен ұрғым келеді, бәрібір. Егер мен мұны түсімде орындай алсам, онда мен бәрі мүмкін екен дәлелдеймін. Басқара алатын түс көру туралы айтатын болсақ. Жана бауырымның кеңестерімен жабдықталып, мен жұмысты бастадым. Ол маған қолдануды ұсынған бірінші тактика, ол түстерімді есте сақтау. Білесіз бе, сіз қоқысты алып кететін күні, әрқашанда қоқыс шығаруды ұмытып кетесіз. Сосын сіз өзіңізге күн сайын сол жайлы еске түсіретініңізді шешесіз. Қоқысты алып кететін күні, мұны қайта-қайта айтып жатқандықтан, енді ұмытып кетпейсіз. Күні-түні бір сөзді қайталаумен өтті. Түсімді есіме сақтап алам. Түсімді есіме сақтап алам. Мен оны күнделігіме қайта-қайта жаза бердім. Сонымен тағы бір түн, басқара алатын түссіз. Бір күні түнде Нат екеуміз ас үйде сол туралы әндетіп билей бастадық. Мен өз түстерімді есіме сақтап алам, 2-3-4. Содан кейін мен алға қарай жылжи бастадым. Мен алғаш рет түсімді есіме сақтап ояндым. Мен тез күнделігімді ұстап, есімде қалғандардың бәрін жазып алдым. Бір ай бұрын мен барлық көрген түсім есімде қалмайтын. Мен көрген түстерімді жылдар бойы есіме сақтамаппын. Сіздің түстеріңіздің егжей-тегжейлері өте оңай естен шығып кетеді. Ұйқылар күнделігі төсегіңізге жақын болғанда, сосын оянған кезде бірден жазу арқылы сіз миыңызға түстеріңіздің маңызды екен және оларды есте сақтағыңыз келетінін түсіндіресіз. Джаред айтқан тағы бір нәрсе шындықты тексеру. Дәл бастау киносындағы иірілетінін айналу сияқты. Егер сіз өзіңізді әрқашанда тексеретін болсаңыз, мен түстемін бе деген сұрақты қойып және мұны саусағыңызды қолыңызға соғу сияқты физикалық әрекетпен біріктірсеңіз, онда сіз түс көріп жатқан кезде дәл сол сұрақты қоясыз.
Сіз жай ғана саусағыңыздың алақаныңыздан өтіп бара жатқан байқауыңыз керек. Бұлай болмаса, онда біз түсте емеспіз деген қорытындыға келеміз. Бауырым, бұл мен шошытты. Не деп кеттің өзі? Сондықтан мен түс көріп жатқанымды күні бойы тексеріп жүрдім. Мен ұйықтамадым. Келесі екі түнде мен түстерімді есіме жақсырақ сақтай бастадым. Олардың мазмұны соншалықты қызықты емес болды, бірақ маған алға жылжып бара жатқаны ұнады. Сосын ақыры мен мұны жасадым. Таңертең күн шыққанға дейін төсекте сәл айналып жатқаным есімде. Мен тез ұйқы кезеңіне кірген кезде мен ояндым. Бірақ түсімде. Бұл бір сәтке ғана болды, бірақ мен түс көріп жатқанымды түсіндім. Әймә, бұл Джаред, сұхбаттағы жігіт. Мен күлгін жер жаңғақ жейтін пілмін. Ол тамды. Сен менімен бірге осы жақта қал. Мені тастама. Түсініктілігіңді сақта. Сосын мен оны жоғалтып алдым. Менде бұрын мұндай сезім болған. Бұл жаңалық емес еді. Жоғарыда айтқанымдай мен бұрын түсініп тұрған түстерді көрдім, бірақ бұл туралы ойлану, сөйлеу арқылы түстерімді басқара аламын. Соны түсіну өте қызықты болды. Сосын торт езетін күнге дейін әлі ұзақ жол жүру керек. Көптеген адамдар өздерінің алғашқы түсте екенін түсінген кезде ештеңе өзгерте алмайды, құдіретке ие болмайды. Сол сияқты біз шын әлемде қасиеттер дамытқанымыздай, кейде біз ұйқы қасиеттерін де дамытуымыз керек. Жұмысыма оралдым. Бұл жолы мен өз түсімді басқара аламын деген мантраны қайталадым. Мен түндердің көпшілігінде түстерімді есімде сақтадым және оларды күнделігіме жазып тұрдым. Мен бір басқара алатын түс сияқтыны көрдім. Мен тұман қоршап тұрған бір қара түк жоқ жерде шықтым. Мен ойлай бердім. Мен түс көріп жатырмын деп. Шын мәнісінде түс болған жоқ. Бұл түс көріп жатқандар үшін тазартқыш сияқты болды. Сосын мен бір тағы түсініп тұрған түсті көрдім. Бұл біріншіден қарағанда 10 есе қарқынды және айқынырақ болды. Нью-Джерсидегі ата-анамның жатын бөлмесіне кірдім. Бірдеңе дұрыс болмай тұрғандығы сезінді. Анам бала кезімде есімде қалғанындай болды. Анамнан қай жыл екен сұрадым. Бұл 1999 жыл деді. Мен ата-анама жақындай бергенде мен әкемнің екеуі екенін байқадым. Сол кезде мен түс көріп жатқанымды түсіндім. Сәлем, Майя. Бұл мен, сенің әкең. Түс шын өмірдегіндей жарқын болды. Содан торт есіме түсті. Мен бұрыла бастадым, оны түсіме кіргізіп талқандау үшін. Бірақ ол жоқ. Сол кезде мен ас үйге жүгіріп барып тоңазытқышты ашып, ішіне торт бар жоғын білуге тырыстым. Бірақ содан кейін түсім жаңғырып жоғала бастады. Мен оянғаннан кейін түс туралы естеліктер менен де алыстап кете бастады. Және мен бұл тәжірибені толығымен ұмыту қаншалықты оңай екенін түсіндім. Мен телефонымды алып жуынатын бөлмеге кірдім де есімде қалған бәрін жаздым. Бұл туралы мен ерекше эмоционалды болдым. Менің ойымша бұл мен өзімді сол жерде болғандай сезінгендіктен шығар. Өзімді Нью-Джерсидегі өз үйімде және енді болмайтын жерде жүргенде сезіндім. Оның жалғыз орны менің жадымда, енді менің түстерімде де. Ал сонда болу өзімді сол жерде болғандай сезіну өте ақылсыз. Мен қазір басқара алатын түстермен істеуге болатын нәрсені үйренудің алдында тұрмын. Бұл менің түстерімді басқарудағы үлкен кезең. Қалай түстерді басқаруға болатын үйренудегі маңызды бөлік. Біз басқара алатын түс көру жайлы маңызды бір нәрсе, ол қашан ұйықтайтынымызды түсіну. Ұйқының әртүрлі кезеңдерінің ішінде ең ықтимал уақыты және түс көретініміз ол тез ұйқы кезеңі. Бір қызығы басқара алатын түс көруге әсер ететін нәрсе, түн ішінде тез ұйқы кезеңі әр ұйқы циклдарынан кейін ұзарады, және сіз бұл кезеңде ұзағырақ қалғыңыз келеді. Өйткені сіз басқара алатын түсте боласыз. Оны ұзағырақ зерттей аласыз. Егер ол бірінші кезеңдерден болса, сіз түсте екеніңізді түсінгенде бір нәрсе болсын жасай алмай, түсіңіз аяқталып қалады. Ұйқымды бақылауға көмектесу үшін мен осы Оурасы қинасын қолданатын боламын. Оның ішінде ұйқыңызды бақылайтын сенсорлар бар. Менің үмітім сол арқылы тез ұйқы кезеңінде қанша уақыт өткізетінімді түсіну. Оның уақыты 15 минуттан 1,5 сағат аралығында өзгереді. Егер мен ұйқымды жақсартып және ұйқыға жеткілікті уақыт ала алсам, мен көбірек басқара алатын түс көре аламын. Ұйқымды бақылай отырып, мен түс көрудегі ерекше әдістердің бірімен тәжірибе жасаймын.
Ол ұйықтау үшін тұру деп аталады. Бұл тез ұйқы кезеңінің ең ұзақ уақыт аралығына дабылды орнату. 20-40 минут аралығында оянып, ұйқыңызды ашып, сосын қайтып ұйықтайын деп жатқанда, сіз басқара алатын түс көруге мүмкіндігіңіз артады. Ей, оятқыш сағат нешеге қойдым деп ойлайсың? Жоқ. Болмай. Түнгі 3-ке. Болмаш. Мен қазір ұйқыға кетемін. Бұл жаман ойын болды. Мен ұйықтай алмадым. Наталиді оятқам, ол да ұйықтай алмады. Екеуміз де ояу болдық. Қанша уақыт көрейік? Мен кеше түнде барлығы 6 сағат 23 минут ұйықтадым. Бір сөзбен, кетсінші осы техника керек жерге. Мен осы экспериментті жалғастырған сайын, мен басқара алатын түс лотерея сияқты екеніне сене бердім. Көбінесе менде олар болмады, бірақ менде тағы 2 рет шықты. Мен қаншалықты тырысып жатқаным, мен қаншалықты басқара алатын түс көруім арасында қандай да бір байланыстылығын байқап тұрған жоқпын. Менің ойымша ол сәттілікке байланысты. Не істеп жатсың, басың көрініп тұр. Түсімде не істеп жатқанын бір бөлігін басқара алатын болсам да, барлығы түп санамның еркімен болады. Bir жерден екінші жерге, бір ойдан екінші ойға ауысам. Мен естіген сөздерінен, күткенімнен алшақтау болып шықты. Сонымен достар, мен осында жинала берейін. Түсімде тортты алып езіп жібере алмадым. Түсінем, мен 3 аптаның ішінде басқара алатын түстердің мұндай деңгейін меңгере алам деп болжау аздап өршіл болды. Бірақ қалай шықты, солай шықты. Қазір менде басқа эксперименттер, басқа бейнелер және жұмыс істегім келетін басқа нәрселер бар. Сондықтан мен осы экспериментті тоқтатуым керек. Өкінішке орай. Бұл бірінші тараудың соны деп айтар едім. Мен мұны істеуді жалғастырғым келеді. Сондықтан, кім біледі, мүмкін мен оны алда жасай алам. Мүмкін бүгін түнде білмеймін. Мен оның болғанын күтудемін, шыдай алмайым. Бірақ содан кейін мен ойлана бастадым, білесіз бе? Мен осы түсініп тұрған түске кіргізе алмасам да, түстерді шындыққа айналдырудың басқа да жолдары болады ғой. Сонымен, барлығы мені ойлағандай болмай қалды. Ойлағаным бойынша, мына торт жарып жіберем, қолым оның арасынан өтіп кетеді. Мен оны бір рет ұрдым, ал ол ауырып қалды. Жоқ, бәрі жақсы. Барлықтарыңызға қарағандарыңызға рахмет. Осы торт жеп жатқанымды көріп жатқаныңыз үшін өте ризамын. Егер сіз бұрын басқара алатын түсті көрген болсаңыз, ол туралы бөлісіңізші. Бұл кәдімгі қатты торт, сәбіз тортын алу керек еді.